Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен бірге осындай ашыған сүттен дәмді, арасы тесік-тесік болып шығатын қимақ жасайтын боламыз. Рецепт өте оңай, барлықтарыңыздың, яғни бірінші жасап жатқан адамдардың да қолынан келеді. Бірге жасап үйренейік, менің каналымда менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Артынша шекерді қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне тұз бен майды құямыз. Ондан кейін сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхлителді қосып араластырамыз. Екеуін бірге жақсылап біріктіреміз. Одан кейін дайын болған массамызға ұнды саламыз. Түйіршік қалмайтындай етіп араластырып, қимақтың қамырын дайындаймыз. Бәрі дайын болған кезде бір бокал осындай ыстық су құямыз, яғни кипяток құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай массада болады. Қимақ дайындайтын ыдысты қатты қыздырып, үстінен қамырды құямыз. Бір жаудан құйып отырсаңыздар болады. Табаларыңыздың көлеміне қарай жарты жаудан немесе бір жаудан қатты қалың болып кетпеу үшін, егер табаларыңыз кішкентай болса, жарты жаудан құйғандарыңыз дұрыс. Міне бір беті піскен соң екінші бетіне аударып, жақсылап пісіріп ала береміз. Мен тапаны майламаймын. Міне осылай барлығын пісіріп алып шығамыз. Екі беті де әдемі болып піседі. Міне осындай қалың емес, жұқа, әдемі қимақтарымыз дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын!